Бүгін сіздерге сицилианская защита, яғни дебютті көрсетейін деп жатырмын. Дебют дегеніміз негізі мынау тұрған ат және де піл осыларды қарсыластан қарағанда ертерек шығарып, жақсылап дамытып, қарсыласқа атака жасап кетудің бір түрі деп атасақ та болады. Дебют кезінде көбінесе біз мына тұрған төрт клетка, осы төрт клеткеге таласамыз. Бұны центр деп атайды, яғни орталық. Осы орталыққа таласуымыз керек. Мысалға, көбінесе E4 ходымен бастаймыз. Ол кезде бізге ответтен қандай ход келеді? E5 ходы. Қазір көбінесе популярный болып келатқан сицилианская защита. Әрине бір сабақтың ішінде біз сицилианская защитаны оқып бітуіміз мүмкін емес. Біз осының негізін көрсететін боламыз. С5 бізге жауап берді. Біз не істедік? Атты шығарды, яғни жеңіл фигурамызды дамыттық. Сосын олар D6 жүрді. Осы арқылы бізде сицилианская защита басталды. Енді біз D4 жүреміз, олар бізді жейді, біз оны атпен жейміз. Енді бізге ат мынау тұрған пешкімізге, орталық пешкімізге шабуылдап отыр. Бұны біз не істейміз? Атты да шығару арқылы қорғаймыз. Міне ат шығару арқылы қорғадық. Енді осы жүріс арқылы сицилианская защитаның ішінде де түрлі варианттарға бөлінеді. Соның ішіндегі Найдер варианты бізде не істеді? Тақтада орын алды. Бұны не үшін жүрді? Біз қаралармен атқа шабуылдаған кезде ат осы жерге қашып кетпеу үшін не істеді? Алдын ала профилактика, яғни алдын алып жатыр, иә? Осы жерге жүру арқылы. Бұл вариант Найдерова деп атайды. Енді біз слонымызды шығардық. Бізде ақтар үшін ағылшындық шабуыл, яғни английская атака болды. Біз английский атака жасап бастап жатырық, ал қаралар бізге вариант Найдерфаны қолданып жатыр. Негізі бірінші слонды шығармастан бұрын біз пешкамызды шығарған абзалырақ болады, өйткені бізге ат осылай шабуыл жасамайтын болады. Сол себепті негізі пешканы шығарған абзал, но кейде слонды да шығарсаңыз болады. Енді бізге пешка шабуылдады, атты не істейміз? Алып кетеміз. Ең қолайлы жер осы жер, B3 жеріне алып кетеміз. Себебі басқа жерлерге қашсақ, мысалы осы жерге қашсақ, өзіміздің неміз жоқ боламыз, фигурамыз жоқ боламыз. Бұл жерге әкелуіміздің себебі бар. Біз не істеуге дайындалып жатырмыз? Ұзын жүрісті рокировка жасауға дайындалып жатырмыз. Енді олар слонның ойынға қосып жатыр. Біз не істедік? Пешканы шығардық, чтобы мына жерге ат келмеу үшін. Енді олар да слонын шығарып, неге дайындап жатыр? Рокировкаға дайындап жатыр. Біз де ферзімізді жүру арқылы ұзын жүрісті рокировкаға дайын екенімізді көрсетіп жатырмыз. Олар рокировка жасады, біз де рокировка жасадық. Енді бұл жерде ойын қыза түседі. Олар бізге ферзовый флангпен шабуылдайды, біз оларға королевский флангпен, яғни патша жақпен шабуылдаймыз. Олар атын дамытып жатыр, атын шығарды, яғни не істейін деп жатыр? Осы поляларды босату арқылы бізге шабуылға дайындалып жатыр. Біз де не істедік? Құр қарап тұрмай, патша жақпен сарбаздарымызды шығарып шабуылға көшіп жатырмыз. Енді олар бізге де қарама-қарсы шабуылға көшсе, біз де не істейміз? Шабуылға көшіп жатыр. Кімге шабуылдап жатырық? Атына шабуылдап жатырық. Олар да бізге атымызға шабуылдап жатыр. Енді қараңыз, мына жерде атты жеуге болмайды. Не үшін? Өйткені қараңыз, біз атты жесек, олар біздің атымызды жейді. Егер біз оның слонын жесек, онда біздің ол ферзімізді жейді де бізге шақ қойып кетеді. Біз мына жерде тұрған ферзін жей алмаймыз да, біз не істейміз? Ферзді ұтылып қаламыз. Сол себепті біз не істеу керекпіз? Бұл жерде атты алып қашуымыз керек. Атты алып қаштық. Енді олар не істеді? Олар да атын алып қашты. Единственный қаша алатын жері осы жер болғандықтан алып қашты. Енді біз не істедік? Шабуылға көшіп жатырық. Олар да бізге не істеп жатыр? Шабуылға көшіп жатыр. Біз бірден жеу арқылы керек емес, оларға өйткені ходты құртады. Біз не істейміз? Слонымызды ары қарата, болмаса коньмізді дамыта береміз. Сол себепті олар не істеп жатыр? Өздерінің пешкасын дамытып жатыр. Біз де не істедік? Слонға шабуылдап жатыр, пілге шабуылдап жатыр. Олар да біздің немізге шабуылдап жатыр, атымызға шабуылдап жатыр. Біз енді атты ойынға қостық, қоямыз. Біздің атымыз жеді. Біз ойынға қосып жатырмыз. Ол жерде неге қашып кетпеді деген сұрақ болуы мүмкін. Ол жерде егер қашып кететін болса, онда біз не істейміз? Мына жерге қою арқылы біз мынау линияны ашып аламыз. Осы G линиясын ашып аламыз. Бізді пешка жейді, біз пешкамен жейміз. Ол біздің слонмен жеген кезде біз не істейміз?
шах қою арқылы корольді ашық линиямен шабуылдай бастаймыз. Сол себептен олар ашпады. Енді біз осы жерге келдік. Не себепті келдік? Өйткені біздің пешкамыз жеу арқылы олар не істеп кетейін деп тұр? Ферзьге айналып кетейін деп тұр. Сол себептен біз корольмен осы жерге жақындадық. Енді біздің пешкамызды жеді. Біз не істедік? Атпен жедік. Енді олар слонды осы жерге әкеп жатыр. Не үшін әкеп жатыр? Өйткені біз жесек қазір, иә, міне жесек, олар бізді жейді, не істеп жатыр? Бізге линия ашылып жатыр. Мынау линия ашылды, онда біздің корольге осы линиядан көбірек қауіп төнеді деген сөз. Біз атпен жаптық. Енді олар атын ойынға қосып жатыр. Біз де не істеп жатыр? Пешкелерді ойынға қосу арқылы мынау тұрған үш пешкеге шабуылдай бастаймыз. Енді олар ладьясын қосты, біз слонымызды қостық, ары қарата дебюттан шығып, кәдімгі ойын қылып ойнай береміз. Дебют дегеніміз бастапқы ходтардан дұрыс жүрістер жасау арқылы қарсыласқа тойтарыс беру дегенім сөз. Ары қарата біз ферзімізді дамытамыз, олар корольмен жүрді, біз пілімізді дамытып кімге шабуылдап жатырық? Ладьяға шабуылдап жатырық, ладья қашты. Осымен ары қарата дебюттен шығып, біз кәдімгі ойынды жалғастыра береміз. Біз мына тұрған үш пешкемізбен шабуылдаймыз корольге қарай, олар бізге шабуылдайды, сөйтіп ойын ары қарата қыза түседі. Яғни дебют дегеніміз ойынның басындағы ходтарды дұрыс жүру арқылы қарсыласқа тойтарыс беру. Егер қандай да бір қателік жасап қоятын болсаңыз, онда сіз ұтылып қалуыңыз мүмкін. Сол себептен дебютті білу керек, дебютті жаттап алу керек.